Баршаңызға сәлем қыздар, сіздердің назарларыңызға булочкидің осындай бантик түрін түйіп көрсетемін. Ең алдымен алдын ала дайындалған қамырымызды осылай жайып аламыз, дөңгелекше етіп. Және оның салмасын өзіңіздің қалауыңызша орындауыңызға болады. Ал менің салмамда бірінші маргаринді толықтай қамырдың бетіне жағып аламын да, оның бетіне қантты себелеп себемін. Маған булочкидің барынша дәмді болғанын ұнайды, сондықтан мен тәттірек етуге тырысамын. Және де мак қалауыңызға орай, егер сізге ұнамаса қоспауыңызға да болады. Қамырдың екі бетін беттестіріп, ортасынан кесіп аламыз және екі ұшын ортаға алып келеміз. Қаттырақ басыңыздар, өйткені піскен кезде ажырап кетпеу үшін. Және енді осы кесілген қамырымызды алып, мықтырақ етіп, бір-біріне жабыстырамыз. Қаттырақ, өйткені піскен кезде булочка ісініп, ажырап кетуі мүмкін. Қамырдың бетіне жұмыртқаға сүт араластырып жақсаңыздар, өте әдемі қып-қызыл болып шығады. Міне біздің булочкамыздың түзеуі дайын. Осылай етіп дайындасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.